Сіз ақша туралы бәрін білгіңіз келе ме? Ендеше арнамызға жазылыңыз. Джон Пирпонт Морган үлкен банк үйінің иесінің отбасында дүниеге келген. Енді көбі оның табыс тарихы, көп миллион долларлық мұраға байланысты деп ойлайтын шығар. Алайда жас Джон да солай ойлады. Өйткені ол өте көп ауырды және жалқау бала болды. Бірақ оның әкесі Джулис өмірге мүлдем басқаша көзқараста болды. Және ұлы оның жолын төменгі сатыдан бастап, одан асып түсуге міндетті деп есептеді. 16 жасында Морган әкесінің ақшасымен қоштасып, өз бетінше өмір сүрді. Алғашында Джон Морган бірнеше жыл кеңсе қызметкері болып жұмыс істеді және инвестиция үшін $63 жинады. Және ол Pacific компаниясының акцияларын сатып алды және одан да ақша тапты. Бірақ 6 айдан кейін жігіт инвестициясынан шамамен $1,5 мың жоғалтты. Морган инвестициялауды жалғастыру үшін банктік қарызға түсуге мәжбүр болды. Оның келесі қадамы орталық Мичиган темір жол компаниясының акцияларын сатып алу болды. Бұл оған 100% пайда әкелді. Ол ақшаны бірден қару саудасына бағыттады. Өйткені ақш-та азаматтық соғыстың табалдырығында болды. Бұл шешім оның кірісін арттырды. Бірақ Джон қарызын өтеу үшін банкке тапқан табысының жартысын жуығын берді. Бұл оған керемет сабақ болды. Ол Джон Пирпонт Морган банк ісіне кіріскен сәттен бастап шын мәнінде кәсіптің алдын қандай сала екенін түсінді. Әкесінің жолын қуып, ол шынымен де одан асып түсіп, солардың бірі болды. 20 ғасырдың ең бай адамдары Морган бүгінге дейін банк жүйесінің әкесі деп аталады. Ол халыққа тұтынушының баюға мүдделі екеніне сендіре алды. Бірақ шын мәнінде ол тек жеке қаржылық мүдделерді көздеді. Банкерлер Джон Пирпонт Морганның тағы қандай тәсілдерін қолданады, ал сіз одан қалай ақша таба аласыз? Толығырақ кейінірек айтамын. Банкер ол ең алдымен сатушы. Банкке келген соң бірден оның қызметкерлерінің нысанына айналасыз. Өйткені оның табысы сіздің алдағы шешімдеріңізге байланысты болады. Бұл жағдайда оның сізге көмектесуі тиімсіз. Пайдалы қаржылық транзакцияны жүргізіңіз. Ол үшін ең бастысы сізге қымбат ақша тұратын қызметтер сату. Банктердің тұзағы бұл жан-жақты банктік тексеру немесе жинақ шоты, несие картасы, облигациялар, ипотеканы бағалау және сізден ақшаны баяу, бірақ тиімді түрде сорып алатын басқа да қоқыс деп аталады. Ал банк саласының негізгі табысы бүгінгі күні комиссиялық төлемдермен қалыптасады. Шиеленісу сәті 90-шы жылдардың аяғында келді. Бұл кезде даулардан түскен табыс адамдардың көпшілігінің, соның ішінде сіздің банкеріңіздің ең ірі банкте табысының жартысынан астамына дейін өсті. Банк өз ақшасын клиенттерден алатын пайыздан жасайтынын және кіріс үшін комиссиялардың қаншалықты маңызды екенін ескере отырып, олар көбінесе олардан жасырылатынын айтпайды. Сондықтан банктік карталарды пайдаланудың барлық нәзіктерін мұқият зерттеген жөн. Оның үстіне комиссиялық төлемдер әрқашан интернет банкингінде көрсетілмейді. Сондықтан карта ұстаушысы ұзақ уақыт бойы оларды байқамауы мүмкін. Жасырын төлемдерді көру үшін ескертусіз шотты ұрлау туралы банк үзіндісі болуы мүмкін. Банктер әрбір клиентке қызмет көрсетудің тарифтері мен шарттарының өзгеру туралы хабарлауға міндетті емес. Мұндай ақпаратты жай ғана веб-сайтта немесе кеңселердегі стендтерде орналастыруға болады. Айтпақшы, мұндай мінез-құлық банктерде ғана емес, басқарушы компанияларда да кездеседі. Сол сияқты қаражаттың комиссияларын көтереді немесе инвестицияның жарияланған бағытын күрт өзгертеді. Сондықтан, кейде инвестор қорды сатып алған кезде инвестицияланған жерінен мүлде басқа жерге инвестиция салып жатқанын байқауға болады. Үлкен деген жақсырақ деген білдірмейді. Кейде ірі банктер өз клиенттерінен кішігірім клиенттерге жақындау әлде қайда жақсы екенін жасырады. Оның орнына олар сізге қызмет көрсетуге дайын. Көптеген мейірімді қызметкерлердің болуының ыңғайлылығына назар аударады. Бұл құн банктердің комиссияларын қатайтып, алымдарын көтеруге қажетті себептерінің бірі болып табылады. Керісінше, кішігірім банктер нарыққа ие және кеңеюге назар аудармайды. Инвестициялар оларға бірдей сапаладағы қызметтердің толық спектрі үшін ең аз ақы алуға мүмкіндік береді. Банк кеңесшілеріне ақша төлемей, олардың пайдасыз кеңестері үшін банктерді тек брокерлер ретінде пайдаланып, қажетті бағалы қағаздарды жеке сатып алу үшін банктен брокерлік шот ашқан дұрыс. Дегенмен, жаңадан бастағандар үшін көптеген тұзақтар бар.
Мысалы, банк әрбір транзакцияның 0,3% төлейтін тарифке оңай қоса алады. Бірақ банк бірден дәл осындай тарифті ұсынады, бірақ 20 есе төмен комиссиямен. Әуежайдағы алаяқтар, такси жүргізушілері де осылай әрекет етеді. Тек олар бағаны 5-10 есе ғана жинайды. Ақырында брокерлік шотты қосқанда, банк менеджері ақшаңызды алып, брокерлік шотқа емес, банкке келгеннен кейін қол қоймас бұрын қағаздарды мұқият оқып шығыңыз. Менеджерлердің өз сату жоспарлары бар. Оларға бұл жоспарды орындау керек. Джон Морганның мысалы: сіздің сәтсіздіктеріңізді талдағаннан кейін, сіз әлдеқайда көп ақша табуыңызға болатынын көрсетеді. Әрине, банк жүйесі идеалды емес. Және егер сіз күтетін болсаңыз, онымен ақша табу үшін, кейіннен алдап қалмас үшін мәселенің қаржылық жағын ғана емес, сонымен қатар заңды да зерделеуге байыпты қарау керек. Сондай-ақ, дұрыс банкты табу маңызды. Бұл жағдайда банкерлер қаптамаға қарамай, ең кішкентай бөлшектерге де назар аударады. Мысалы, қызметкерлердің сыпайылығы, жағымсыз бонус болуы керек. Ал несиеге мұқтаж емес адамдарға міндеттеу әлдеқайда қиын болады. Бүгінгі таңда бұл қаржы құралы сіз үшін тұсаққа айналуы әбден мүмкін. Өйткені оны дұрыс пайдалану өте қиын, және оны қолайлы жағдайда алу әдетте мүмкін емес. Комментарийге $1,000,000 бар болса, ең бірінші не сатып алатыныңызды жаза кетіңіз. Сіз де байқуатты бола аласыз.